Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сүзбелі бәліш дайындаймыз. Ол үшін бізге 100 грамм сары май, 50 грамм қант, 1 шай қасық қопсытқыш, 200 грамм ұн қосып, барлығын миксерлейміз. Міне бізде осындай болып шықты. Енді бір жұмыртқа қосып, қамыр елейміз. Міне бізде осындай қамыр болып шықты. Енді салмасын дайындаймыз. 300 немесе 400 грамм ірімшік қосамыз. 100 грамм қант қосамыз. 200 грамм қаймақ. Екі жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Міне бізде осындай болып шықты. Енді 2 ас қасық жүгері крахмалын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді қамырды жаямыз. Міне шанышқымен осылай істеп шығамыз. Жаңағы салмасын қиямыз. Енді мұздатылған жеміс-жидектермен безендіруге болады. Жеміс-жидекпен безендіру міндетті емес, болса безендіріңіздер. Безендіріп болғаннан кейін духовкаға 30-35 минутқа 180 градусқа жібереміз. Міне бізде осындай бәліш болып шықты. Дәмі деген керемет. Дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын.